Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бұл бейнеролик 8-ші сыныпта физика пәні бойынша жаңартылған білім мазмұнын енгізу жобасын қолдау мақсатында әзірленген. Ұсынылған нұсқаулықтар 1-ші тоқсандағы оқу мақсаттарын жүзеге асыруға бағытталады. Физика пәні бойынша 8-ші сыныптың 1-ші тоқсанында 2 бөлім қамтылған: жылу құбылыстары және заттың агрегаттық күйлері. Бөлімдерде келесі оқу мақсаттары қамтылған: 14 сағат ішінде 23 оқу мақсатын игеру көзделген. 1 сағат 90-дық жиынтық бақылауға арналады. Әрине, сағаттардың бұлай үлестірілуі шартты. Әр мұғалім сыныптың ерекшеліктеріне қарай сағат үлестірілімін өзіне ыңғайлы етіп жасауы мүмкін. Бұл бейнероликте біз ұзақ мерзімді жоспардың жоғарыда келтірілген тарауларының оқу мақсаттарын жүзеге асыру бойынша ұсыныстарды қарастырамыз. Ұзақ мерзімді жоспардағы бөлімдерді бастамас бұрын, оқушылардың оған дейінгі меңгерген білімдеріне шолу жасау керек. Мысалы, жылу құбылыстары тарауы бойынша оқушылар энергияның түрлерін еске түсірулері керек. Оның ішінде жылулық, механикалық, деформацияланған серіппенің потенциалдық энергиясы, жер бетінен көтерілген дененің потенциалдық энергиясы және кинетикалық энергия. Сонымен қатар химиялық байланыстың потенциалдық энергиясын. Энергия бір түрден екінші түрге ауыса алатынын, заттың құрылысы туралы негізгі түсініктерді және диффузияны, броундық қозғалысты еске түсірулері керек. Бұл бөлім 7-ші сыныпта танысқан көптеген түсініктерге негізделген. Оқушылар энергиялардың түрлерін ажырата алады. Энергияның берілу сұлбасын сызалады. Сонымен қатар энергияны үнемдеу қажеттілігі туралы біледі. Бұл бөлім оқушылардың түсінігін кеңейтеді. Олар бұрын оқыған процестерді зат құрылысының молекула-кинетикалық теориясы элементтеріне сүйене отырып түсіндіре алады. 10-ші сыныпта оқушылар осы алған білімдерін аморфты заттар және полимерлердің құрылысын зерттей отырып кеңейте алады. Сонымен қатар газ күйлерінің теңдеулерін қарастырады. Осы бөлімде орындауға міндетті зертханалық жұмыстар: температуралары әртүрлі суды араластырғандағы жылу мөлшерлерін салыстыру, мұздың меншікті балқу жылуын анықтау. Ішкі энергия. Ішкі энергияны өзгерту тәсілдері тақырыбы. Осы тақырыпты өту барысында игерілетін оқу мақсаты дененің ішкі энергиясын өзгертудің тәсілдерін сипаттау. Бағалау критерийлері. Механикалық энергия түрлерін біледі және энергияның түрленуіне мысалдар келтіре алады. Дененің ішкі энергиясы денені құрайтын бөлшектердің ретсіз қозғалысының кинетикалық және олардың өзара әрекеттесуінің потенциалдық энергиясының қосындысы екенін түсінеді. Берілген суреттер бойынша ішкі энергияның қандай физикалық шамалардан тәуелді екендігін талдайды. Дененің ішкі энергиясын өзгерту тәсілдерін сипаттайды. Өткен материалдарды меңгергендігін тексеру мақсатында қайталау жүргізіңіз. Оқушыларды топтарға бөліп, келесі оқу мақсаттары бойынша білімдерін көрсетуді ұсыныңыз. Механикалық энергияның екі түрін ажырату, энергияның түрленуіне мысалдар келтіру. Бірінші топ механикалық энергияның түрлерін ажыратады. Екінші топ энергияның түрленуіне мысалдар келтіреді. Үшінші топ екі топтың жұмыстарының нәтижесін талдайды және механикалық энергияның сақталу заңын тұжырымдайды. Төмендегідей бағалау критерийлерін қолданыңыз. Механикалық энергияның түрлерін біледі. Механикалық энергияның түрленуіне мысалдар келтіре алады. Механикалық энергияның сақталу заңын дұрыс тұжырымдайды. Орындалған тапсырмалардың кемшіліктерін түзете отырып, кері байланыс беріңіз. Осы сабақтың мақсаттары: дене температурасының артуын, оның ішкі энергиясының артуымен байланысты екенін түсіндіру. Дененің ішкі энергиясы осы денені құрайтын бөлшектердің ретсіз қозғалысының кинетикалық және олардың өзара әрекеттесуінің потенциалдық энергиясының қосындысы екенін түсіндіру. Ішкі энергияны өзгертудің тәсілдерін түсіндіру. 7-ші сыныпта өткен энергия тақырыбына шолу жасай кетіңіз. Механикалық энергияның екі түрі бар екенін білеміз. Кез келген қозғалатын дененің кинетикалық энергиясы бар. Потенциалдық энергия бір дене бөліктерінің немесе өзара әсерлесетін денелердің өзара орналасуымен анықталады.
Болат шардың құлағанын қарастырайық. Құлаған кезде шардың потенциалдық энергиясы азаяды, бірақ жылдамдығы артады, сәйкесінше кинетикалық энергиясы өседі. Демек, потенциалдық энергияның кинетикалық энергияға айналуы. Болат пластинамен соқтығысқаннан кейін шар тоқтайды. Шардың пластинкаға қатысты потенциалдық энергиясы да, кинетикалық энергиясы да нөлге тең болады. Бұл шардың энергиясы жоғалып кеткенін білдіреді ме? Бұл жерде механикалық энергия энергияның басқа түріне айналады. Соққы кезінде шар мен пластиналар деформацияланады. Айта кету керек, соққының әсерінен беттер жылынады. Жылыну кезінде молекулалардың кинетикалық энергиясы мен олардың өзара әсерлесуінің потенциалдық энергиясы артады. Келесі мысалды қарастырайық. Цилиндрдегі су жылиды, қайнайды, бу пайда болады. Қызған бу ұлғаяды және тығынды итереді. Будың ішкі энергиясы тығынның механикалық энергиясына айналады. Сығылған ауа тығынды шығарады және бір мезгілде салқындайды. Неліктен? Өйткені, егер дене механикалық жұмыс жасайтын болса, дененің ішкі энергиясы азаяды. Сонымен, ішкі энергия бұл денені құрайтын бөлшектердің ретсіз қозғалысының энергиясы мен олардың өзара әрекеттесу энергиясы. Ішкі энергия У әрпімен белгіленеді. Өлшем бірлігі джоуль. Дененің ішкі энергиясы неге тәуелді екенін қарастырайық. Ол біріншіден дененің температурасына тәуелді. Температура жоғарылаған сайын оны құраушы бөлшектердің қозғалыс жылдамдығы артады, яғни кинетикалық энергиясы өседі деген сөз. Екіншіден, ішкі энергия дененің массасына тәуелді. Неғұрлым массасы көп болса, оны құрайтын бөлшектердің саны да сол құрылым көп екендігі белгілі. Газ, сұйық және қатты дене арасындағы айырмашылық молекулалар арасындағы қашықтық пен олардың қозғалыс жылдамдығында ғана. Ішкі энергияны өзгертудің тәсілдері: жұмыс жасау арқылы және жылу беру арқылы. Жылу берудің өзі үш жолмен іске асырылады: жылу өткізгіштік, конвекция және сәулелену. Бұл слайдта ішкі энергияның жұмыс істеу арқылы өзгертудің жолы көрсетілген. Түтікті арқанмен үйкелеу кезіндегі жұмыс жасалу есебінен ішкі энергияның артуы орын алады. Бұл слайдта ішкі энергияны өзгертудің екінші тәсілі жылу беру көрсетілген. Металл цилиндр өзінің ішкі энергиясының біраз бөлігін суға береді. Сабақтың аяғына қарай оқушылардың оқу мақсаттарын қаншалықты игергендігін бағалау мақсатында рефлексия жүргізіңіз және үйге тапсырма беріңіз. Жылу мөлшері тақырыбын қарастырайық. Оқу мақсаты: жылулық тепе-теңдік теңдеуін есептер шығаруда қолдану. Сабақтың мақсаты: оқушылар жылулық тепе-теңдік теңдеуін есептер шығаруда қолдануға үйрету. Бағалау критерийлері: жылулық тепе-теңдік теңдеуін құра алады. Белгісіз шаманың формуласын жалпы түрде қорытып шығарады. Физикалық шамалардың мәндерін орнына қойып, дұрыс есептеулер жүргізеді. Бастапқы білім. Оқушылар жылу мөлшері, меншікті жылу сыйымдылық және жылулық тепе-теңдік ұғымдарын алдыңғы сабақтарда қарастырған. Жылу мөлшерінің формуласын біледі. Қайталау сұрақтарын қоя отырып, өтілген материалдарды оқушылардың есіне түсіріңіз. Оқушылар шеңбер жасап тұрып, бір-біріне сұрақтар қояды. Мысалы, жылу мөлшері дегеніміз не? Жылу мөлшері қандай шамаларға тәуелді? Меншікті жылу сыйымдылық дегеніміз не? Оның өлшем бірлігі қандай? Жылу мөлшерінің формуласын еске түсір.
топтасып орындауға арналған жылу балансы теңдеуін құрастыруға есептер беріңіз. Қабілеті жоғары оқушыларға қосымша есептер беріңіз. Келесі бағалау критерийлерін қолдануға болады. Жылулық тепе-теңдік теңдеуін құра алады. Белгісіз шаманың формуласын жалпы түрде қорытып шығарады. Физикалық шамалардың мәндерін орнына қойып, дұрыс есептеулер жүргізе алады. Тапсырмалардың орындалу деңгейін талқылай отырып, сабақ мақсатына оралыңыз. Келесі сабақты жоспарлау үшін оқушыларға сұрақтар қойыңыз. Нені білдім, нені үйрендім, нені толық түсінбедім, немен жұмысты жалғастыру керек. Сұрақтар ауызша немесе жазбаша талқылансын. Үйге тапсырма беріңіз. Назарларыңызға рахмет. Төменгі бос орынға ой-пікірлеріңіз бен сұрақтарыңызды қалдыруларыңызға болады.